ұшуға дайынмын. Негізі Қазақстанның пайдасы үшін осы жаққа келген адаммын ғой. Өте қиын шешім болды ғой. Ұрыс керіспенен ешқандай алысқа бармаймыз. Ол анау жаман, анау мынандай екен, алау анандай екен, біз үйтеміз. Онымен біз алысқа бармаймыз ешқандай. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Біздің бүгінгі қонағымыз Ресейдегі Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлайтын орталықтың қызметкері. Сол жердегі ғарышкерлер тобына қосылған біздің жерлесіміз, Қызылорда облысы Жосалы кентінде туған, Байқоңырдан 70 шақырым жерде. Кейін өздеріңізге белгілі Айдын Айымбетовпен бірге ғарышкерлер тобына қосылған, 200 адамның ішінен іріктеліп шыққан біздің мықты қазақ азаматы Мұхтар Аймаханов мырза қазір бізге тікелей эфирде қосылды. Міне Мұхтармен біз осы ғарыш саласын дамыту, өзінің қазіргі жағдайы, оның болашақ жоспары, ғарышқа ұшу мәселесі туралы сұхбаттасамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ассалаумағалейкум, Мұхтар мырза. Сәлеметсіздер. Денсаулығыңыз қалай, жақсысыз ба? Ғарышкерлер күні, космонавтика күні құтты болсын біріншіден. Біз сол күнге арнайы сұхбат алып жатырмыз сізбен. Аумин. Рахмет. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып, менде осы барша қазақстандықтарды жақында осы мейрам, Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Екіншіден келе жатқан 12 сәуір бұл енді біздің кәсіби мерекеміз ғой енді. Бірақ кәсіби мереке дегенмен де, бірақ біз Қазақстанның да бұл бірінші жер бетінен адам ұшуына үлкен үлесі болды. Барша қазақстандықтарды сол қазіргі 12 сәуір мерекемен құттықтаймын. Жақсылық тілеймін. Енді Мұха, жалпы қазіргі кезде сіз өзіңіздің не істеп жатқаныңызды айтып берсеңіз? Енді ол ғарышкер негізі профессия, космонавт, испытатель, ол негізі біз ғарышкерлер осы дайындықта постоянно осы жерде болуымыз керек қой. Өйткені постоянно дайындықта болмайтын болсақ, біздің деңгейіміз бірден төмендеп кетеді. Тек космонавт, испытатель дайындығын өтеміз. Өйткені ғарышқа, енді өзіңіз білесіздер, көп адам ұша алмайды. Сол себептен бір 2-3 адамға біраз деген жұмыс, біраз деген енді көп артылады ғой. Сол себептен бәріміз сол системаның жұмыс істеуіне де, сосын бар жағына да жауап беруіміз керек. Сол себептен қазір көбісі сол космонавт испытатель. Принято. Яғни ғарышкер сынақшы. Ғарышкер сынақшымын ғой, Сол себептен қазір мен осы ғарыш орталығында дайындықтамын. Күнделікті постоянно лекция болады, сосын практикасы да болады, сосын көп, оның тақырыптары көп қой. Соны біз на постоянной основе соны өтіп жатырмыз. Біздің жұмысымыз сол. Барлық халықтың жалпы көкейіндегі жалғыз сұрақ, Мұхтар қашан ұшады? Өйткені есіңізде, енді сіздерді дайындауға жіберген кезде 200-ге жуық осы қазақ азаматтарының ішінен 4 адам шықты, сосын екеуіңіз ұшуға, яғни Айдын Айымбетовпен қалдыңыз, сол Ресейде, осы сіз отырған қазіргі орталықта. Содан бері енді Айымбетов Қазақстанға қайтып кетті, сіз Ресей азаматтығын алдыңыз 2014 жылы деймін, 14-те. 2014 жылы мен Ресей азаматтығын алдым. Бұл енді өте қиын шешім болды ғой. Кезінде өзіңіз білесіздер, 2008 жылы анау Дмитрий Анатольевич Медведев президенттікке сайланғаннан кейін бірінші сапары сол Астанаға болды ғой. Сол кезде ол Астанаға келген кезде біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол Медведевпен келіскен, 2 азаматымыз ұшады деп ғарышқа. Енді сол 2009 жылы ұшатын болдық. Сол енді ақыры 2008 жылы, 2009 жылы өзіңіз білесіз, дүниежүзілік кризис болды ғой, енді экономический кризис, финансовый кризис деді, анау деді, мынау деді. Сонымен пилотируемая космонавтика программасын Қазкосмос жауып тастады ғой. Сол себептен мен енді Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевқа хат жазғанмын.
бір 4-5 параққа сол хаттың ішінде біраз енді дәлел келтіргенмін. Енді осындай болып қалды. Бірақ енді біздің ғарышкер сынақшымыз дайындығымыз ғой. Қаншама 10-12 жыл сондай дайындыққа өттік. Сол біраз қаншама адамдар, институттар, енді жүздеген адамдар біздің дайындығымызға үлесін қосты. Солардың енді еңбектері жоққа кетпеу үшін осындай шешім қабылдадым. Мен қазір Ресей ғарышкер тобыларына кіруге шешім қабылдадым. Бұл енді дәлел болғанда, егер мен осы российский отряд космонавтыққа кіретін болсам, өзде енді біздің Қазақстан бюджеті маған менің ұшуыма қаржы бөлу уже керексіз болып кетті. Біріншіден, ол біраз енді экономика жағынан бізге де пайда ғой. Екіншіден, мен ұшатын болсам, мен 10-15 күн емес, біраз енді жарты жыл, сосын одан да көп ұзақ мезгілге ұшатын болам. Сол себептен біздің ғалымдарға, біздің ғылымға да оның мүмкіндігі көбейеді, бірнеше рет көбейеді. Сол себептен мен бір емес, тағы бірнеше рет ұшатын болсам, ол негізі біздің мемлекетке, біздің ғылымға да, сосын біздің экономикамызға да пайдасы мол болады деп, сондай дәлелменен мен осы Ресей ғарышкер тобына өтуге бет бұрдым ғой. Содан кейін енді ол көпке созылып кетті. Ол 2008 жыл, 2009 жыл. Ол 2014 жыл ақыры сол мен енді қайтадан екінші рет осы Ресей ғарышкер тобына кірдім ғой. Қайтадан енді біраз нәрселерді өттім. Медкомиссиясы болсын, тағы да емтихандарды бәрін тапсырып. Енді қазір осы мен дайындықтамын, ұшуға дайынмын. Бұл енді тезірек ұшу үшін енді біздің мемлекеттің басшылары, осы Ресей басшыларымен біраз енді келісетін болса, бұл осы жақын арада ғарышқа ұшуым мүмкін, өте мүмкін. Жалпы сіз өзіңіз бірге дайындалған осы 13-ші, олардың біраз ұшып кетті, набор 13-ші жиын дейікші, солардың бәрі негізі ұшты олардың бәрі, иә? Енді бәрі ұшты, бір адам ұшпады, енді ол Сергей Жуков дейтін. Ол енді бірақ өзі ғарышкер тобынан кетті, басқа енді өзінің енді семьясы, сосын басқа жағдайлармен өзі шығып кетті. Бірақ басқаларының бәрі сол 13-ші жиын тобымызды бәрі ұшты. Көбісі уже ұшып, ғарышкер тобынан шығып, кейбіреулер депутат болды, кейбіреулер пенсияға шығып кетті. Енді өмір ғой. Жалпы негізі үміт бар, иә, ұшуға деген. Енді прагматикалық жағынан қарағанда, бұл жерде сізге ұшуыңыз үшін қандай жағдай керек? Қазақстан жағынан қандай қолдау керек? Осы жағынан айтсақ. Енді тек үміт емес, ол енді барлық мүмкіндік те бар ғой ұшуға. Ол үшін енді біздің мемлекеттің басшылары, сосын Ресей мемлекеттің басшылары өте жақын, бір-бірімізге неміз көзқарасымызда дұрыс, жақын араласып отырмыз ғой. Сосын Байқоңырдың төңірегіндегі подкомиссия болды, мемлекет аралас. Сосын тағы сондай нелер бар ғой, органдар. Солар енді әрекет жасайтын болса, ол енді тезірек мен ұшуымды қайтадан мәселені көтеріп не болатын болса, сол жақсы болады. Ол да біраз деген енді көмекте, сосын менің ұшуыма біраз көмегі болады. Сіз Қазақстан президентіне, болмаса Ресей президентіне хат жазып көре алдыңыз. Ресей президентіне жазу қиын шығар, енді инстанциялары бар, сіздерінде қызметтік этика бар. Бірақ Қазақстан президентіне тағы да қайталап жазу алдындағыдай қылып, жазу ойда бар ма жалпы 2014-тегідей? Ойымда бар, жаздым да, қазір енді күтіп отырмын, жауабын көреміз. Өйткені менде Қазақстан мемлекетінің басшыларымен де жақсымын. Өйткені мен негізі Қазақстанның пайдасы үшін осы жаққа келген адаммын ғой. Негізі сол біздің мемлекеттің мүддесін қорғау үшін, мүддесін кішкене ылғары жүргізу үшін келген адаммын. Енді тек бір қазақпын ғой, негізі осы ғарышкер тобының ішінде. Сол. Ал енді біраз енді әңгіме осы ғарыш туралы, ғарыштың саласы туралы төңірегінде жүріп жатқаннан кейін осы біраз енді қозғағым келіп еді, біраз әңгіме. Айта беріңіз.
ғарыш саласы негізі дамытуға керек па, біздің мемлекетке жоқ, керегі жоқ па деген ол көпшіліктің ішінде сондай сұрақ туындай береді ғой ол. Енді былай, енді негізі айтқан кезде енді вообще для любого государства, вот современный, независимый, мощное государство болу үшін основа какая должна быть? Современная экономика. Современная экономика дегеніміз не ол? Бұл енді простые, очевидные вещи ғой. Современная экономика деген енді это экономика, где есть отрасли, в которых есть наукоемкие производства. Да, понял. Где вот для того, чтобы работать, чтобы готовить какую-то продукцию, есть потребность реальное внедрение новейших достижений науки, техники, технологий и так далее. Сол, если мысал келтіретін болсақ, анау Жапонды алайық, жапондықтарды алайық, я болмаса анау Южная Корея дейміз, соны енді мысалға келтіретін болсақ. Енді Америкаға мен қазір келемін, бірақ оны да мысал келтіремін. Ал енді Япония после Второй мировой отечественной войны не болды. Капитуляция, сосын экономикасы жоқ, в общем, біршіт болды ғой. Бірақ тез көтерілді. Қандай, не себептен көтерілді? Қалай, ол за счет чего она поднялась? Южная Корея после Второй мировой войны тоже, если так взять, одна из самых нищих стран в мире. Все везде. Население даже траву кушало в Южной Корее. Сейчас это одно из самых развитых, мощных государств в мире. Японию возьмите то же самое. За счет чего? Не за счет же сельского хозяйства или не за счет там сырья обычно. За счет того, что там внедрялись вот как раз те самые отрасли, где потребовалось вот внедрение новейших технологий, вот наука, где научная составляющая продукции конечной очень высокая доля. Сол, енді біздің негіз деп тұрғаным ғой, сондай мысал келтіретін болсақ. А теперь ближе к космической отрасли. Как я сказал, біздің космическая отрасль, она вот отвечает тем критериям, которые, сейчас вот мы сказали. Вот, с моей точки зрения, конечно, отвечает. Это же на самом деле наукоемкая отрасль. В конечной продукции вот, доля науки, составляющая, очень высока. Что это означает? Что чтобы произвести какую-то продукцию, необходимо постоянно внедрять новые технологии, разрабатывать что-то новое, постоянно проводить научные исследования, и вот новейшие достижения необходимо внедрять, чтобы дальше развиваться. Что это дает? Это высокую добавленную стоимость дает для экономики. Просто тоже примеры, цифрами, несколько примеров цифровых, чтобы мы понимали. Какие у нас ведущие государства в мире? Это вот Соединенные Штаты, Евросоюз, Китай, мощно сейчас очень развилась, Япония, Россия, тоже космическая мощная держава. Цифры просто голые. Бюджет НАСА бюджет американский. В 2020 году где-то было 21 миллиард долларов. Только бюджет НАСА, гражданский бюджет. В 2021 году где-то 25 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что вообще общий их бюджет, вместе с оборонной, там это где-то около 60 миллиардов долларов вот, составляет. Теперь Евросоюз возьмем. Они принимают бюджет где-то на 5 лет, 21-27 год. У них бюджет составляет где-то около 15-16 миллиардов евро. Вот. Япония тоже около 3 миллиардов евро вот, заложила. Китай тоже мощно развивается. Все это о чем говорит? О том, что эти государства понимают важность, вот, необходимость развития этой космической отрасли, индустрии. А имеет ли Казахстан вот, возможности как-то присоединиться к этому? Конечно, имеет все возможности. Просто необходимо для самих себя решить, да, действительно, мы должны развиваться, и мы должны принять вот такое политическое решение и начинать действовать. Ну, чтобы действовать, если мы говорим, да, действительно интересно, давай. Следующий вопрос же, а как? Каким образом это сделать? Мы же должны понимать, что мы это. Для этого мы должны проанализировать вот текущее состояние. Хочу оговориться, я не являюсь критиком вот, или специально кого-то хочу там ущемить или унизить. Нет. Наоборот, у меня только позитивный настрой, только конструктивный подход.
Я сейчас просто проанализирую вот текущее состояние, ну, для того, чтобы мы смогли понять, вот, что надо делать или какие пути возможные для того, чтобы мы смогли вот, стать вот, одним из таких ведущих космических держав вот, в мире. Вот. Из чего состоит космическая вот, отрасль? Первое вот, – это ракетостроение. Ну, ракетостроение, вы понимаете, да? То, на чем нужно вот в космос отправлять вот эти все полезные грузы. Да. И, конечно, основное направление вот такое – это двигателестроение. Очень такое наукоемкое и очень сложное направление. Для чего? Ну, двигателестроение тоже, вы, наверное, понимаете, что без двигателя ракета не взлетит. Это тоже мощное. Следующее направление – это, вот, как я уже сказал, создание, это проектирование полезных нагрузок. Что такое полезные нагрузки? Полезные нагрузки – это грузовые корабли, транспортные, пилотируемые транспортные корабли, Поисковый 09, модули, как слышите? станций долговременных. Вот сейчас МКС летает, модули же там, вот эти все. Научная всякая аппаратура, разнообразная научная аппаратура, спутники, то, что вот тоже. И вообще много-много чего полезного, что необходимо отправлять, человечество решает отправить туда в космос для того, чтобы использовать вот весь этот инструментарий. Вот это все есть полезная нагрузка. Следующее направление – это вот, собственно, наука. Без чего, в общем-то, невозможно, потому что это институты, это лаборатории, это научно-исследовательские центры, это полигоны и так далее, и так далее. И одно из таких основных еще направлений деятельности – это наземная инфраструктура. То, откуда летают ракеты. Это космодромы, стартовые площадки, это испытательные полигоны тоже и так далее, и так далее. То есть это тоже большой, огромный пласт. Вот. И отдельный, скажем, просто я не хотел, есть так называемый раздел пилотируемой космонавтики, это квинтэссенция. На текущий момент, вот если говорить, более 150 стран в мире, нет, более 150, предусматривают расходы своих в бюджетах в космос. Но лишь немногие государства, вот, Соединенные Штаты, Евросоюз, Россия, Китай, могут похвастать, с гордостью заявить, что у нас есть пилотируемая космонавтика. Понимаете? Поэтому вот я отдельно сейчас выношу, потом мы поговорим о пилотируемой. И теперь проанализируем. Я вот основные вот эти направления проанализируем, что у нас у Казахстана есть. Основное – это космодром Байконур. Самый мощный, модернизированный космодром, который не используется в полной мере. Его арендует Россия. У нас есть 3 спутника. 2 спутника по зондированию поверхности Земли, 1 спутник связи, вещания. Вот. Есть, сейчас строится стартовая площадка на космодроме Байконур, Байтерек. Ну, оттуда будут взлетать вот Союз-5 средней тяжести ракетоносители Российской Федерации. Еще стартовая площадка номер 1, Гагаринский старт. Он модернизируется, там совместное какое-то там несколько стран, это тоже проект, который тоже сейчас. И СБИК, вот этот сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, он, по-моему, до сих пор еще не ведет. Вот, собственно, что мы имеем в Казахстане. Если реально посмотреть, есть ли у нас компетенции соответствующие? Получается, нет. Ракет мы не умеем строить, двигателей нет, полезной нагрузки мы не умеем. Наука, она в зачаточном состоянии. Космодром Байконур мы сами не сможем вообще даже использовать, потому что у нас нет собственных, так скажем, мощностей для того, чтобы мы нагружали. В итоге, получается, мы выступали всего лишь вот те же спутники запускали. Мы же просто деньги оплатили, нам сделали, мы и запустили. Ну, за нас. И наши специалисты работают как операторы, эксплуатанты. Ну, это я все это говорю не для критики опять, не для того, чтобы унизить или это. Это просто констатация факта. Это, конечно, не есть хорошо, но это не вина, допустим, тоже моих коллег по Казкосмосу в правительстве Казахстана. Это объективно так получилось. Именно после развала Союза у нас всего лишь оставался космодром Байконур. И то, что сейчас вот так наращивается, это есть вот такая. Нужно ли нам дальше развивать? Конечно, нужно. Почему? Потому что мы должны получать из космоса по максимуму возможной прибыли и пользы для экономики. Как мы уже тогда вначале проговорили, что у
космической отрасли неограниченный потенциал для развития. И не просто само по себе, оно дает еще другим отраслям науки, тоже подтягивает их туда вверх, потому что очень высока доля научной составляющей. Потому что, чтобы, допустим, построить ракету, необходимы специальные материалы. Чтобы двигатели тоже, допустим, создать, тоже требуется очень много таких компонентов, композитных компонентов. Это все сопутствующие отрасли, тоже загрузка идет. Это такой мультипликативный эффект вообще, то есть это приносит. Первая задача – это создать, я назвал бы так условно, ядро притяжения. То, что у нас будет иметься что-то, что может привлечь внимание, интерес, стойкий вызвать у этих ведущих космических держав. Это первейшая задача. И вторая, то, что я сказал, в широком смысле, развивать космический потенциал. Чтобы вторую задачу, которую я обозначил, я готов подробно программу составить пошагово. Это долгая такая работа, кропотливая. Но она возможна. Это, скажем, не предмет сегодняшнего этого интервью. Это, как скажем, слишком глубокая, широкая и обширная эта тема. Я не могу сейчас это все, так скажем, на пальцах рассказать. А первую задачу, ядро притяжения, которое это возможно легко и практически быстро решить. Для этого я должен слетать в космос. Это первейшее. Легко решается, я должен слетать. Ал енді жаңа айтып кеттім, мемлекет осы ғарыш саласын қалай дамыту керегін, оған енді біраз бағдарлама жасау керек. Оны мен дайынмын енді көмектесуге де, жұмысқа кірісіп кетуге де. Ал жалпы енді өзі мен білуімше Роскосмостың өзінің планы бар, жобасы бар. Мұндай 5 жылға арналған ба, болмаса тағы осындай ұшатын ғарышкерлердің аты жөніне дейін кеше мен сол сайттың көргенде, осы центрдің сайтында сіз жұмыс істейтін, сол жерде барлығының аты тізімдері тұр екен. Жалпы ол тізім өзгере береді ғой, жалпы неге жағдайға қарап. Енді ол өмірдің аты өмір ғой, ол енді өзіңіз де білесіз, жоба ол қағазда жазылады да, бірақ өмірге келген кезде ол жоба өзгеретін, енді ылғи өзгереді ғой, енді өмір соны көрсетеді. Ол қағаздағы жазылғанмен, сосын өмірде қалай болатын, ол екі басқа ғой, дегенмен. Сол себептен бұл енді жұмыс жасап, кішкене шамалы әрекет жасайтын болсақ, бұның бәрі мүмкін, бұның бәрі керекті де. Енді мысалы, былай айтқанда, шын айтқанда, өстіп Қазақстанның атынан басқа болмаса, басқа елдің атынан барып, сол жерде қалу, осындай шешім қабылдау, өзінің туған жер үшін бір қандай бір көмек жасау үшін барлығына дайын болу, тіпті азаматтық ауыстыру, бірақ түбі айналып келгенде сол өзінің туған жеріне көмектесу деген бұл меніңше айтайын деген, жалпы бұл үлкен, шынымен бір адамға бір үлкен ерлік, шын айтқанда. Басқалар басқаша түсінуі мүмкін, өйткені көп адамдардан естуге де болады, мысалы, неге басқа елге кетіп қалды деген сияқты. Бірақ менің өзімнің ойымша, осындай шешімге барудың өзі түбінде айналып келгенде бәрібір де осы ғарышқа бару, ұшу, және ол арқылы сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, қандай пайдасы бар, жалпы ғарышты дамытудың пайдасы бар дегенде, оның артында меніңше сіздің елге деген патриоттық сезіміңіз жатқанын мен көзіңізден де біліп отырмын да, сіздің айтқыңыз келгенінен де түсініп отырмын. Сондықтан біз сізге әрине тілекшіміз, осының ойыңыздың орындалып, бірақ сіздің қай елде жүрсеңіз де, мысалы, бұған дейінгі ғарышкерлердің Айдын Айымбеттен басқасы, Тоқтар ағамызда, Талғат 3 рет ұшқанда да барлығы да Ресейдің азаматтығын алып. Былай қарасаңыз енді, әңгіменің адамдар арасында түсініспеушілік болмас үшін деп жатқаным, бірақ барлығының ұшқаны біздің елге пайдалы болды ғой, қалай болғанда да. Менің ойымша осылай түсінуіміз керек сияқты да. Өйткені сіз осы жерде өстіңіз, осы жерде тудыңыз, ата-анаңыз осы жерде, бауырларыңыз, бүкіл қазақтың азаматы, достарыңыз да осы жерде. Сізден тек қана бізге пайда болады ұшсаңыз. Сондықтан енді біздің еліміздің жалпы енді құпия болмаса, жалпы жақында мен білуімше осы екі үкіметтің арасында бір отырыс болады сияқты, Байқоңырда ма, әлде Астанада ма? Астанада ғой дейме осы? Астанада болуы мүмкін, оны енді мен нақты біле алмаймын, өйткені араласпағасын оның ішіне мен кіре алмаймын ғой, мен осы ғарыш жерде центр подготовкада жүрмін, сосын ол жаққа мен көп кірісе бермеймін де, кірісе алмаймын да. Бірақ енді естуім бар, жақын арада сол енді кеңес өтеді, Астанада өтетін шығар енді, Байқоңырда емес, сол Астанада өтеді. Сол кезде мәселені көтеріп, осы сұрақты не қылса, ол жақсы болады. Негізі ойым
ауылға қайтуға, түбі ауылға қайту керек. Осының бұл жерде осы миссияны бітіргеннен кейін ауылға қайтып, сол ғарыш саласын көтеру керек, мемлекетке пайда келтіру керек қой. Негізгі біз онша көп емеспіз ғой, көп халық емеспіз, бірақ мүмкіндігіміз көп, мол біздің. Біріксек, бірге тіл табысып, бірге істейтін болсақ, біз біраз жерге барамыз. Біз енді анау Южный Корея, Япония деп айтып жатырмын, біз олардан да кем емеспіз, кем болмаймыз, одан артық болмасақ. Себептен оның бәрін пайдалануымыз керек. Пайдалану білуіміз керек. Өйткені бұл жерде Россияда да көп, проекттерде көп қой, оның бәрі қазір айта алмаймын, өйткені ол ертерек әлі айтқанмен де ол ешқандай не болмайды. Бірақ оны кішкене енді әрекет жасайтын болсақ, оның бәрі іске асыруға болады. Осы жақын арада іске асыратын болсақ, ол өте пайдалы. Біздің мемлекетке де, қазақ еліне де, бізге де өте пайдалы болады. Жалпы Қазақстандағы бұрынғы өзің әріптестеріңізбен хабарласып тұрасыз ба өзіңіз? Әлде ондай әзірге ондай байланыс жоқ па? Енді ол байланысып тұратын, енді анда-санда байланысамыз, ол керек, өмірдің өзі де сол не ғой, енді күнде байланыса бермейсің, оның қажеті де жоқ, күнделікті байланыса беруге. Мысалы Тоқтар ағамызбен деген сияқты енді. Тоқтар ағамен енді ол жиі хабарласамын, жиі. Ол енді Тоқтар аға ол өзі мен үшін бір биік жерде тұрады ғой. Маған көп көмегін де берді, сосын Тоқтар аға. Айтып кеттім мен, сіздің енді туған жеріңіз Қызылорда облысы, сол Қармақшы және Жосалы кенті Байқоңырдан алыс емес, 70 шақырым, 80 шақырым ғана жер шығар. Кішкентай кезіңізде талай осы жаңағы зымырандардың ғарышқа ұшқанын көрген шығарсыз. Сол туралы қысқаша айтсақ. Жосалы ол Байқоңырдан жақын ғой, 70 шақырым жер ғой. Сосын енді площадкалары қайта бізге Жосалға тағы да жақындатады ғой, ол 60-70 енді. Енді ол жердің ауа райын білесіз ғой. Ауа райы өте күн сосын бұлттану, жаңбыр жауы деген ол өте сирек кездесетін жағдай ғой. Біз енді ол бала кезім сол 70-ші жылдар ғой енді. Сол мектеп кезінде. Ол 70-ші жылдары осы космонавтика, ғарыш саласы, орыс тілінде айтқанда золотой век. Золотой век. Өйткені тікелей эфирде зымыран ғарышқа ұшатынды сол телевизорден тікелей эфирде көрсететін еді ғой. Жиі. Сол кезде сол телевизорды қосып қойған кезде, анау ұшатын кезде, анау үйдің төбесіне шығып, соны қарайтынмын. Қай жерден ұшады деп. Кейбір кезде сол зымыранның жаңғын отын сосын ұшқанын көретінмін. Сол кезде қызығатын едім. Ой деп. Сол жас кезде, бала кездегі арман. Сол бала кезден сол арман пайда болды ғой, сол енді ғарышкер болсам ба деген. Бірақ ол арманды қалай айтасың? Ешкімге айтпадым. Өйткені ол мен ғарышкер болам дейсің болса, кім сенеді? Мен қайда, ғарыш қайда? Ол кезде мода ғой, космонавт болам деген. Иә. Енді космонавт болам деген кезде де, оның өзінде де ол қайда, ол үшін бұл кезде адам ойланады ғой, ол қандай, ол денсаулығы мықты болу керек, сосын оның дайындығы мықты болу керек, ол анадай қаншама нені өту керек, ол адамның енді әр адамның ойына кіре бермейді ғой, енді мен ғарышкер боламын деп армандаудың өзі. Сол мектеп 84-ші жылы мектеп бітіргеннен кейін бірден сол Чернигов қаласындағы ұшқыш училищесіне түстім. Сонда арманым сол ғарышкер тобына кіру ғой. Өйткені сол кездегі именно сол Чернигов қаласының училищесінің выпускниктері ғарышкер тобына кірген. Оны қайдан білдіңіз сіз? Енді списоктары болады ғой, выпускники, видно, документтерде. Сосын сол 8-ші класс, ол кезде
басқа совет үкіметі кезде басқаша еді ғой көп нәрсе. Сол 8-ші класты бітіре салып военкоматқа бардым. Сол кезде олар военкоматтарда заявкалар болады ғой, қай училище анау. Сол кезде тізімінде анау Черниговский училище дегенді көрдім. Сосын басқа жерде көп қой училищелер. Сол кезде военкомға бірден айттым, мен мынау Черниговскийге түсейін деп. Күлді, иә, ол летчик боласың ба, бола алмайсың ба деп. Орыс кісі, майор, званиесі майор болды, иә. Сол мені 8-ші класстан жазды. Содан бері мен сол енді ғарышкерге дайындық үшін күнделікті тренировка жасайтын едім ғой мен. Таңертең ерте тұрамын, жүгіремін. Одан кейін барып, вестибулярный аппаратты дайындау үшін күнде өзім бір айналып, сосын жіп қойып, сол жіппен жүретінмін қораның ішінде. Әжем маған қарайды да айтады: «Ей, не істейсің, ей? Ой, басың айналып кетті. Тез жүр, қайтесің?» деп. Ұрысатын еді, бұны түсінбейді ғой енді. Я, әже деп мен сол. Онда арманым сол енді ғарышқа түсем ба, түспеймін ба деп ойлағаным ғой. Сосын спорт жағынан да көп не қылатынмын, дайындық мән беріп. Өзіңіз барып, өзіңіз ешкімнің көмегі жоқ, иә? Жоқ, маған көмек түгіл, үйде қайтесің, ол военный деген кім? Енді біздің неде тұқымымызда ешкім военный деген болмады ғой ол кезде. Ай, сен қайда барасың, Қазақстанда, ол жақта нең бар, ол 25 жыл сен анау армияда боласың, сен білмейсің, сен ол қандай қиын. Енді көп қой енді айта беретін нелері маған сол кездегі. Не қолдау жоқ ешкімден. Тек сол жоқ. Сен или исторический факультетке бар, Казгуге, я болмаса медицинскийге төс, я болмаса сол енді мамамның айтатыны. Маңызды айтқаны медицина ғой негізінен. Иә, сол қой, мен өзім енді тұрып алдым, жоқ, барам деп. Ақыры жарайды деп мамамның ойы сол қазір салмайды бәрібір деп ойлағаны ғой, бар деп. Иә. Сол мен экзаменнан экзамен бәрін тапсырып, медкомиссияның бәрін өткеннен кейін мамамдай ойланып қалды қалай деп. Сол енді Черниговтен қаласынан бірақ шықтым. Сол жақта Черниговтен звондап едім ғой бірінші енді. Сағынасың ғой енді балаға, 17 жасар бала, кім? О деп. Мамамның бірінші сөзі ғой, «Әй, енді қайт енді» деп. Түстім ғой, қайт. Күлкілі нәрсе ғой қазір. Ол кезде бірақ ойланып қаласың да, қалай, жоқ, қайтпаймын деп. Сол сөйтіп сол училищені бітірдім. Бітіргеннен кейін қайтадан сол армия служба кетті ғой. Енді сол жаңа балалық шағыңыз дедіңіз ғой, мен сол Жосалы деген ауылда болғанмын негізі. Соны сіздің сыныптастарыңызбен сөйлестім, сосын апайыңыз бар екен, мұғалім, солмен сөйлескенде бір қызық нәрсе, сіздің олардың көбісі айтқаны, класстастарың ол өзі бір сондай қиялдауды жақсы көретін еді, қиялдап космонавт боламын деп айтатын еді жастың кішкентай кезінен. Сосын спортқа жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, спортқа өте жақсы болды дейді. Кез келген спорт түрінен жақсы болды. Сосын ән айтуды жақсы көретін, гитара жақсы тартатын еді деп. Сосын бір қызық нәрсе, сол жерде мен сіздің мектепте табеліңізді көрдім ба, кәдімгі 84-ші жылғы ғой деймін. Сіз астрономиядан 4 алған екенсіз. Алгебрадан сондай нағыз точный наукалардан яғни 4 болыпсыз да, оның бірақ дегенмен сіз ол енді әрине 4-5 деген нақты бір адамның өлшемі емес қой, білімінің. Иә, ол кезде ол мен бағаға ешқашанда осы мән беріп көрген емеспін. Осы мен сыныптастарым кейіннен ойланып қарасың ғой, енді өмір өткеннен кейін, осы жас келген сайын кейінгі кезде ойланып қалады екенсің. Ешқашан сол бағаға тағы басқа деген мән бермеппін ғой. Әйтеуір білемін, мынау қандай екен, сол жауабын беремін, қандай баға береді, оған мен шаруам жоқ тұғым. Мен осы 5-ке тапсырамын, я болмаса жоқ. Онда ешқашанда мән бермеппін. Сосын оқуға түскен кезде де мені ешкім түседі деп ойламаған мамамда ешкім сенбейді ғой. Мен тез өтіп кеттім, түсіп кеттім. Сол кезде мен іштей өзімнің енді сезімім ғой, енді уверенность түсемін деп. Өйткені мен өзімнің біліміме де бәріне де сенімдімін ғой, қорықпаймын да.
Жалпы сырт жерде бәрібір де енді сол елде тұрғанмен де бәрібір қазақтың жерін сағынасыз ғой. Ауылды сағынасыз, туған жер, отбасыны. Сол кезде сондай сағынышты немен басасыз жалпы? Сағынышты басу. Енді қазір ол сағынышты басу ол мүмкін емес, менің ойымша. Ол сағыныш басылмайды, ол іштей бәрібір ол ішіңде тұрады, ішіңде. Қазір бірақ мүмкіндік көбейді ғой интернет арқылы. Күнделікті мен Қазақстан туралы жаңалықтарды оқимын, күнделікті сосын енді интернет арқылы қазақ тіліндегі әндер бар, сосын біраз кітаптар бар, соны оқимын, анда-санда тағы. Сол енді не сияқты көп мүмкіндік, соның бәрін қазақша әндер жиі тыңдап тұрамын күнде. Енді өзіңіздің орыстар звездный час дейді, қазақтар жұлдызды сәт дейміз ба? Қашан туады деп ойлайсыз, Алла қаласа енді? Үміт бар, сосын үмітіміз мүмкіндік те бар. Ол үшін болғызуға тиіспіз. Ол үшін әрекет жасауымыз керек. Оны үміттеніп отыра бермейсің, біраз қимыл жасау керек қой. Қимылсыз ол ештеңеге келмейді де, болмайды да. Сол себептен бұл біздің мемлекетімізге пайдалы нәрсе ғой, өте пайдалы нәрсе. Сондықтан біз мемлекет тарапынан біраз не жасайтын болсақ, ол бізге жақсы болады. Яғни бұл жерде мен түсінгенім, екі елдің мемлекеттің байланысы бар, әріптестік бар, біздің Байқоңырымыз бар. Осы аясында осы жұмыстың ортақ мүдделеріміз де бар ғой, ортақ мүдделеріміз. Байқоңыр бар, сосын бұл жерде тағы проекттер де бар, сосын басқа Байқоңырға байланысты емес, басқа да ортақ мүдделеріміз көп қой. Өйткені біз көршіміз ғой, тарихи көршіміз. Сосын біздің граница ең протяженный граница біздің Қазақстан мен Россия арасындағы ғой. Ең ұзын сол. Сондықтан сосын тарихтан қарайтын болсақ та біз қазақ елі, сосын орыстар елі, біз уже көршіміз ғой. Біз пәтер емес қой. Көрші ұнамайтын болса, пәтеріміз сатып, басқа жерге кетіп қалатын. Сондықтан біз бәрібір бірігіп, бірге істесіп, бірге тіл табысып, бірге даму жолын іздесіп, ымырашылықпен нәрсе жасауға болады. Жалпы енді мереке кезінде қандай тілек айтасыз елге? Ең бірінші өзің қазір түсініп отырмыз ғой, бейбітшілік болу керек қой. Ең бірінші бейбітшілік, сосын тұрақтылық болу керек. Тұрақтылық болмаса, ол болашақты ойлауда қиын болады. Ымырашылық болу керек, бір-бірімізге тіл табысуымыз керек. Біз бір-бірімізді ұрыс керіспенен ешқандай алысқа бармаймыз. Тек біріксек, тек қандай ортақ мүдде табу үшін жолын іздеп, сосын бір-бірімізге көмектесіп, бірігетін болсақ, сонда біздің болашағымыз мол болады. Сол жолын біз іздеуіміз керек. Өйткені ал басқа қазіргі ол анау жаман, анау мынандай екен, алау анандай екен, біз үйтеміз. Онымен біз алысқа бармаймыз ешқандай. Ешқашанда ол алысқа бара алмаймыз ондаймен. Сол себептен біз бірігуіміз керек, ортақ табылуымыз керек. Сол менің тілегім де, сосын өзімнің ойым да сол, айтатыным да сол. Жақсылық болсын, аспанымыз ашық болсын, сосын біршілік болуымыз керек қой. Сізге рахмет көп-көп уақытыңызға тағы да. Алла тағала тезірек сіздің осы арман ойларыңызды орындап, Байқоңырда ұшуыңызды тілейміз біз, бүкіл қазақ халқы. Және ол өте қажет бізге. Сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Мерекені енді ғарышкер ұшып келіп тойлаңыз. Рахмет, айтқаның келсін. Құрметті достар, осымен біз Ресеймен байланысымызды осымен тоқтатамыз. Жаңа ғана өздеріңіз көргендей, біздің ғарышкер жерлесіміз Ресейдегі сол Гагарин атындағы ғарышкерлер даярлайтын топтың сол мүшесі, сол жерде қызмет жасайтын біздің Мұхтар Аймаханов ағамызбен сұхбат жасадық. Ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, таратыңыздар видеоны. Барынша әр қазақтың баласы осындай арманына жету жолында осы кісі сияқты қалмай, көрдіңіздер ғой қалай айтқан, тек қана алға ұмтылсын. Аман сау болыңыздар.